Сәлеметсіздер ме балалар, математика сабағының 115-ші сабағын бастайық. Бүгінгі тақырып разрядтан бір рет аттап өту арқылы жазбаша көбейту және бөлу алгоритмі. Балалар, бұл қайталау сабағы болғандықтан, бүгінгі сабақта біз жазбаша көбейту және бөлу алгоритмдерін қолдануды қайталаймыз. Балалар, алдымен разрядтан бір рет аттап өту арқылы жазбаша көбейтудің 3 таңбалы сан кездескен жағдайын түсіндіріп өтейін. Мысалы, 158-ді 4-ке көбейтуім керек. Алдымен баған түрінде осылайша жазып аламыз. Енді алдымен бірлігіне көбейтемін. 4 жердегі 8-ім 32. 32 деген санның бірлігін жазамын, 2-сін жазамын, 3-і ойда. 4 жердегі 5-ім 20. 20-ға ойдағы 3-ті қосамыз, 23. 23 деген санның 3-ін жазамыз, 2-сі ойда. Енді 4 жердегі бірім 100-ке көбейтіп жатырмыз. 4 жердегі бірім 4. 4-ке ойдағы 2-ні қосамыз, 6. 158 көбейту 4 өрнегінің мәні 632-ге тең. Енді балалар, разрядтан бір рет аттап өту арқылы жазбаша бөлу алгоритміне назар аударайық. Мысалы, 75-ті бөлуім керек 3-ке. Алдымен осылайша жазып аламын. Енді ондығын белгілеймін. 7. 7-ні 3-ке бөлеміз. 7-нің ішінде 3, 2 рет бар. 2 жердегі 3-ім 6. 7-ден 6-ны азайтамыз. 1 шығады. 1-дің қасына 5 бірлікті түсіреміз. 15. 15-ті 3-ке бөлгенде 5 болады. 5 3-ім 15 азайтамыз. Осылайша қалдықсыз 0 шыққанша бөліп шығамыз. Түсінікті ме, балалар? Балалар, оқулықтың 75-ші бетіндегі номері 2-ші тапсырмада осы жазбаша көбейту және бөлу алгоритмі толық түсіндірілген. Сіздерге өз бетімізбен оқып түсініп алсаңыздар да болады. Кәнеке балалар, енді оқулықпен жұмыс жасайық. Балалар, бұл жерде әйгілі композитор, асқан шебер скрипкашы, клавесинист, органист және дирижер Вольфганг Амадей Моцарттың бейнесін көріп тұрмыз. Яғни ол австриялық композитор және музыкант виртуоз екен. Ол ең танымал классикалық композиторлардың бірі екен. Балалар, Моцарттың бір ерекшелігі, ол бала жастан өте сондай қабілетті, дарынды болған музыкаға, және ол ең алғашқы шығармасын 5 жасында жазған екен. Ал енді есепке назар аударайық. Моцарт 17 жасқа келгенше 4 опера және одан 3 есе артық симфония, симфониядан 2 есе артық соната жазған. Осы уақыттарда композитор барлығы қанша ірі шығарма жазған? Балалар, бұл ауызша есеп дегенмен 3 амалмен шығарылатын болғандықтан, сіздерге оны жазбаша түрде жазуды жөн көрдім. Қараймыз. Опера 4 болатын болса, симфония одан 3 есе артық. Яғни, бірінші амалға назар аударсақ, 4-ті 3-ке көбейтеміз, сонда симфония шығады. Ал соната болса, одан симфониядан 2 есе артық. Яғни, 12-ні 2-ге көбейтеміз, 24 шығады. Енді барлық шығармасы неше екен білу үшін, біз опера, симфония, соната үшеуінің қосындысын табамыз. Яғни 40 шықты. Балалар, дәптерге жазсаңыздар да болады, немесе бастысы түсініп алғандарың абзал. Кәнеке балалар, номері 3-ші тапсырмаға назар аударайық. Бұл жерде А бөлігін, Ә бөлігін және Б бөлігін өз бетімізбен шығарамыз. Сіздерге үлгі ретінде жазып қойдым және көбейтудің біреуін орындап көрсеттім. Қалғандарын өз бетімізбен орындаймыз.
Балалар, номері 4-ші теңдеуге де назар аударайық. Бұл құрылымы күрделі теңдеу, оны біз күнде шешіп жүрміз және білеміз. Сонда да бір үлгісін шығарып көрсеттім. 135-ті 5-ке бөлгенде 27 шықты, бағандап бөліп алдым. Алдымен одан соң қарапайым теңдеуді жазамыз. Сонда 27 қосу y тең 542. Y табу үшін 542-ден 27-ні азайтамыз. Сонда y, яғни теңдеудің түбірі 515-ке тең болды. Енді тексереміз. 135 бөлу 5, 27 болады. 27-ге 515-ті қосқанда 542 шықты. 542 тең 542-ге. Теңдеудің екі жағы да тең болды. Балалар, номері 4-ші тапсырмаға да назар аударайық. Классикалық музыка концертіне бірінші күні 26 билет, ал екінші күні одан 5 есе артық, яғни 26 көбейту 5. Бірінші және екінші күні қанша билет сатылған болса, үшінші күні сонша билет сатылды. Екеуін қоса алғанда деп тұр балалар. 3 күнде барлығы қанша билет сатылды дейді. Кәнекей қарайық. Бірінші күні 26 билет болатын болса, екінші күні бірден өрнек түрінде жазып кеттім. Балалар, шартына қарайық. Екінші күні одан 5 есе артық дейді. 26 көбейту 5. Ал үшінші күні, бірінші күні мен екінші күні қанша билет сатылған болса, екеуін қосқанда сонша билет сатылды дейді. Яғни бұл жерде біз белгісіз екінші күнді табамыз, белгісіз үшінші күнді табамыз және барлығын қосамыз. Бірінші күн, екінші күн, үшінші күн, үшеуін қосамыз. Сонда 3 күнде қанша билет сатылғандығы белгілі болады. Балалар, номері 6-шы тапсырмада шамаларға байланысты есептер берілген. Бұл жерде орындаймыз, содан соң қасына шамасын жазып қоямыз. Яғни 113-ті 5-ке көбейтіп, қасына сантиметр деп жазып қоямыз. Өте оңай, тек қана 2 баған шығара қойсаңыздар болады. Оқу тапсырмасы номері 7-ші тапсырма 76-шы бетте. Бұл жерден де көбейту мен бөлуге байланысты 2 баған шығарсаңыздар болады, балалар. Сабағымыз аяқталды. Жарайсыздар, сау болыңыздар.